Әкелердің орны бұрынғыдай емес. Мен ешкімге қазір Құнанбай сияқты, болмаса Шәкәрім сияқты әке тауып бере алмаймын. Әркім өзінің әкесін бағалау керек. Ешкім қайталанбайды. Әкенің қанымен дейді ғой, берілген нәрсе сені тартпай қоймайды. Әкеңе деген құрметің болмаса, өзіңнің де жолың құрметсіз болады. Енді қоғамға айтарымыз, әркім әкесін құрметтеу керек, бағалау керек. Барында бағалап үлгермесең, біреуді ағалап, өзіңнің ағаңды ағаламасаң, біреудің ағасын жағалайсың дейді ғой. Өзіңнің әкең тұрғанда одан биік асқартау болу мүмкін емес. Сен туылғанда одан артық қуанған адам болмаған, әкеңнен қадірлі мына дүниеде асқартау болмайды, болмаған да, бола да алмайды. Сондықтан қазақ баласы өзінің әкесін құрметтеген, қай кезде де әкенің сөзі жүріп тұрған уақытта, әкенің құрметі болып тұрған уақытта бізді ешқандай еш жерден келіп жау алған жоқ. Сол әкелер өзінің биігінде қалу керек. Қандай болса да ол әке. Қандай болған жағдайда да. Мейлі ол мансапты болар. Әкенің бәрі бай болуға міндетті емес. Әке саған өмір сыйлады, әке саған атын берді, қанын берді. Болды. Міне осы нәрсені білу керек, құрметтеу керек.